ертең қияметте Алла сақтасын біздің жүзімізді қара қылуы мүмкін болған ең үлкен нәрсе біздің мал мүлік екені. Егер де біздер сол мал мүлікті адалынан табатын болсақ, бала шағамызды адал аспен қамсыз ететін болсақ, өте үлкен сауаптарға кенелеміз. Себебі хадис құдсиде Алла субханаху ва тағала айтады: ешбір пенде мен парыз еткен амалдарды орындап маған жақындаған секілді, өзге ешқандай амалды орындап маған жақындай алмайды. Ал адалынан кәсіп етіп, адалынан ризық несіп алып, бала шағамызды, әйелімізді, жанұямызды асырауымыз бұл парыз амал. Бұның сауабы өте үлкен. Ертең қияметте Алла субханаху ва тағала есепсіз сауаптар береді. Ал егер де біреудің ақысына кіретін болсақ, мемлекеттен ұрлайтын болсақ, пара алатын болсақ, яки болмаса қандай да бір харам жолдармен, процентпен, өсімқорлықпен, ұрлықпен табатын болсақ, онда сөзсіз Алла субханаху ва тағаланың құзырында жауап беруге тура келіп қалады. Сондықтан да бұл нәрседе өте қатты мұқият болуымыз керек.